негізгі идеялар дене шынықтыру иммунитетін күшейтеді, адамды стресстен сақтайды. Екінші маңызды нәрсеміз тұрақты жаттығулар, жүгіру жаттығулары, спорт түрлерінен футбол, баскетбол және жүзу. Үшінші маңызды нәрсеміз денсаулыққа пайдасы қан айналымын жақсартады, отырған өмір салтының әсерін азайтады. Салауатты өмір салтының қағидалары. Бірінші, дұрыс тамақтану, витаминдерге бай көкөністер, жемістер, фастфудтардан, басқа да зиянды нәрселерден аулақ болу. Екіншіміз, ұйқы режимінің дұрыс болу керек бұл жерде. Күніне 7-8 сағат ұйықтау керек. Үшінші, зиянды әдеттерден бас тарту, алкоголь, темекі, наркотик деген нәрселерден аулақ болу. Дене шынықтыру мен салауатты өмір салтының нәтижелері денсаулықты жақсартады, өнімділікті артады, көңіл күйдің тұрақтануын жақсартады. Мысалдары, күнделікті 30 минут жаттығу жасау 30%-ға ауру рискін азайтады. Және де қорытындылап дегенде, дене шынықтыру және салауатты өмір салты бұл ұзақ және сапалы өмірдің құпиясы. Күнделікті жаттығулар, дұрыс тамақтану, жеткілікті ұйқы және зиянды әдеттерден аулақ болу. Осы қарапайым ережелерді сақтау арқылы денсаулығымызды нығайтуға болады. Денсаулығымыз біздің ең басты байлығымыз екенін есте шығармауымыз керек. Оны сақтау әрқайсымыздың парызымыз. Денсаулық бұл біздің таңдауымыз. Көңіл бөлгендеріңізге рахмет.